Ассалаумағалейкум құрметті достар. Арада бір апта өтсе де, бәрі бұрынғыша. Мен сол баяғы Ғани Байсал, бұл сол баяғы Репост Таймс. Біз ғаламтор әлеміндегі, әлеуметтік желідегі жақсы жаңалықтарды Репост Таймс. Ал Репост Таймстың кейіпкері болу үшін бар болғаны жақсы видео түсіріп, бізді белгілеп кетсеңіздер болды. Біз оны міндетті түрде тамашалап, олардың ішіндегі ең үздіктерін осы жерге, осы бағдарламаға шығаратын боламыз. Ал біз бүгін орыстардың қазақша сөйлегенін, Хаммердің КамАЗды сүйрегенін және де басқа да жақсы жаңалықтарды тамашалайтын боламыз. Ендеше кеттік. Сонымен достар, ары қарай кеттік. Осы жерде бір орайы кетіп тұр, сіздерге қызық әңгіме айта кетейінші. Баяғыда бір апамыз пойызға жасырын мініп алыпты. Содан не керек, жетер жеріне жеткенше пойыздың ішінде ары-бері сенделіп орын таппай жүрсе керек. Күтіп алған азаматтар: "Ой, апа, қалай жеттіңіз?" десе, апамыз айтады дейді: "Пойыз деген аты болмаса, жеткенше жаяу келдік қой" деп. Сол әңгіме жайлап шындыққа айналып бара жатқандай ма, қалай өзі? Ал ендеше достар, ары қарай кеттік. Сіз егер кішкентай қалада тұрсаңыз, қатты жүгірсеңіз, қаладан шығып кетесіз. Ал егер де таудың басында тұрсаңыз, қатты жүгірсеңіз, ұшып кетесіз. Оған дәлел келесі видео. Ет сасыса, тұз себесің. Ал тұзың сасыса, не себесің? Мысалы, мәшинең бұзылса, үлкен КамАЗбен сүйреуің мүмкін. Ал КамАЗың бұзылса, немен сүйрейсің? Кішігірім Хаммерің болса, сүйреп кетуге болады екен. Бірақ Хаммердің өзін кішігірім деп айту сәл ыңғайсыздау болатын сияқты, келесі видеоны тамашалап жіберейік. Сейчас Хаммер покажет мастер-класс. Ну что не покажет? И мог сначала закрутить, потом машину повернуть. Пускай здесь стоят. Давай, братан, тяни. Интересно, как это будет. На что способен Хаммер? Что там? H1. H2. H2? H1 бы потянул. Ну, все, потянет. Другой быстрее. Вот тоже покажет. Революционно. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады дейді Ахмет Байтұрсынов бабамыз. Иә, қазақ тілін қастерлеп, аузынан тастамай жүретін өзіміздің қара көздеріміз ғана емес, көк көзді қазақтарымыз да аман болсын. Иә, сол орыс ұлтының ішіндегі қазақтар. Енді мына видеоны тамашалағаннан кейін бұларды орыс деуге аузың бармайды ғой.
бірге тамашалайықшы. Жетегенерін жалғанын қалаға жетел жетіппіз, артынан жүріп арманын ауылдан шығып кетіппіз. Арайын төгін аспанын араласамдай жер-жерлі, атозған ауылдастарын сағынып жүрмін сендерлі. Арайын төгілі аспанын араласамдай жер-жерлі, атозған ауылдастарын сағынып жүрмін сендерлі. Қонатын гүлдің бетіне түнгі аспанында сағындым, түнейтін соның шетінде құрдастарында сағындым. Жусанын жұпар ауылмен көшенің шанын сағындым, ағайын туыс бауырмен шешемнің шайын сағындым. Жусанын жұпар ауылмен көшенің шанын сағындым, ағайын туыс. Осы оқу жиын жаттығу жақсы өтіп жатыр. Ойдағыдай осы жерде жиналдық. Барлығымыз осындай мүмкіндік беріп жатқаныма бапкерлік штабына өте қуаныштымын. Осындай мүмкіндік беріп жатқаныма. Енді осы сборда бұйырса жақсы ойын көрсетеміз, жақсы дайындаламыз. Осы бапкерлік штабыма өте қуаныштымын осындай мүмкіндік беріп. Біздің бағдарламаны көріп отырып, қайғырғаннан, қуанғаннан, немесе таңғалғаннан еденді теуіп тесіп қойсаңыз, түк уайымдамаңыз. Қазір реттеңіз. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. They're gonna know. How would they know? How would they know? How would they know? I can't. I can't. Oh my god! Адамдарға адамдық жасай алмау, адамды хайуан қылса, ал хайуандардың өзіне адамдық қылсаң, адамды адам қылатын сияқты, жаңылтпаш сияқты болып кетті ма? Не керек? Қысқасы, егер сіз жануарларға да жақсылық жасап, жақсы адам бола аласыз. Что вам надо? А? Заходи. Что-нибудь придумаем. Заходи, не бойся. Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, ал табиғаттың оны айтатын тілі жоқ. Адамдарға жақсылық жасап жүрген хайуандар қаншама? Қарапайым мысықтың өзі адамның, яғни біздің ұрпағымызды сақтап қалу үшін жанталасады екен.
бір қараған кезде адамзаттың барлығы бір жамандыққа қарай кетіп бара жатқан сияқты болып көрінеді ғой. Бірақ негізі олай емес та. Әлемде жақсы адамдар өте көп. Толып тұр деп айтса болады. Оған себеп мына видеоны тамашаласаңыз түсінесіз. Сенбесеңіз. Шындығында жақсы адамдар өте көп. Жақсы адам болу үшін міндетті түрде атақты болу, немесе бай болу, күшті болу маңызды емес. Тек мейірімді болу жеткілікті. Келесі видеоны тамашалаңыздаршы. Алматылық қарапайым блогерлар кішігірім тәжірибе жасапты. Негізі жақсы адамдар жан-жағымызда жетерлік қой. Видео снимаем. Не держать. Ал бізде бүгін социальный эксперимент. Берік ағаны тауып алып, сіздердің өтініштеріңізбен видеоға түсуге көндірдім. Енді жастарға пайдалы дүние болып жатса, онда мен қолдаймын. Болды, онда кеттік. Оставь деньги его, чужие деньги. Ты чё? Собери, помоги ему. Хорошо. Они, во-первых, искусственные, и во-вторых, это бумага. Ал шынайы жақсы адамдар салихалы ұрпақтардан шығады. Салихалы ұрпақ демекші, салихалы ұрпақ қоры Береке үйі пансионатының жігіттері шынымен де мықты азаматтар деуге тұрарлықтар. Себебі олар өздері істеген астауларын сатып, ата-аналарына жәрдемдесіп жүр. Келесі видеоны тамашалайықшы. Біз өзіміздің бос уақытымызда құрдан босқа өткізбей, осы шеберханада өткізіп жүргенін көрдік. Біз осы шеберханада ағаш сырлап, ағаштармен бұйым жасауды үйрендік. Бағдәулет ағай бізге темір кесуді және темірден бұйымдар жасауды үйретті. Біз осы жақында астау жасауды бастадық. Және де осы астауды ағайлармен ақылдасып, сатуды жөн көрдік. Одан шыққан қаражатты мен өз ата-анама беремін. Осы Береке үйінде балаларды қол өнерге баулу мақсатында шеберханамыз ашылған болатын. Осы шеберханада балалар өздерінің бос уақыттарында келіп, кез келген бұйымдар жасай алады. Осы біз бір айдың көлемінде астау жасауға ден қойдық. Қазақтың ұлттық нақыштағы бірнеше астаулары дайын бізде. Алдағы уақытта осы астаудан басқа біз қазақтың ұлттық нақыштағы бұйымдарын жасау жоспарымызда бар. Сонымен тәмам. Жақсы жаңалықтардан жиналған, жақсы видеолардан жиналған топтамамыз міне осындай болды. Ал келесі аптада шығатын бағдарламаға сіздің де қатысуға мүмкіндігіңіз бар. Ол үшін смартфоныңызға жақсы жаңалықты түсіріп, бізді белгілеп кетуді ұмытпаңыз. Ал біз оны міндетті түрде тамашалап, ішіндегі үздіктерін осы бағдарламаға, осы жерге шығаратын боламыз. Сіздермен бірге болған Ғани Байсал, парақшаңа жақсы дүние сал.